Сонымен құрметті жас дос, мен сізге Батыс Түрік қағанатының қоғамдық құрылысы туралы мәлімет бермекпін. Батыс Түрік қағанатының қоғамдық құрылысы сіз көріп отырғандай мынандай кестеде сізге ыңғайлы болсын деп жасадық. Батыс Түрік қағанатында ел басына қаған деген титул берілді. Яғни ол елбасы хакан, хандардың ханы деген мағынаны береді. Ал ханның, яғни хаканның билігі мұрагерлік жолмен беріліп, қағанның билігі Батыс Түрік қағанатында шексіз болды. Қаған өзінен кейінгі туыстарына, ақсүйектерге, шонжарларға, яғни қаған сарайындағы ақсүйектерге мынандай титулдар берілді. Ол ябғу, шат, елтебер деген лауазымдар. Ябғу, шат, елтебер деген лауазым кімдерге берілді дейтін болсақ, қаған руынан шыққандарға. Ал Батыс Түрік қағанатында сот қызметін атқаратындарға бұрықтар, тархандар деген атақтар берілді. Бұрықтар және тархандардың атқаратын қызметі сот қызметі болды. Батыс Түрік қағанатында қағанның жергілікті жердегі тірегі бектер. Бектің негізгі қызметі қағанның тірегі, жергілікті жердегі билік. Ал енді Батыс Түрік қағанатында қарапайым халықты қарабудун деп атайтын. Яғни қарабудун кім дейтін болсақ, қара бұқара немесе қара халық. Ал енді Батыс Түрік қағанатында қарабудундарға кімдер кірді деген сұрақ келген жағдайда малшылар мен егіншілер деп те келуі мүмкін. Малшылар мен егіншілерді қарабудун деді. Бұл сөз біздің қазақ тілінде әлі күнге дейін қолданылады. Қара бұқара деп. Ал енді Батыс Түрік қағанатында құлдықтың болғандығына мынау дәлел. Күлтегіннің жазуында мынандай сөз бар. Бек ұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды деген сөздеріне қараған кезде Түрік қағанатында, Батыс Түрік қағанатында құлдықтың болғандығын байқаймыз. Сонымен Батыс Түрік қағанатында құлдарды кім деп атады дейтін болсақ, таттар. Күлтегін жазуында мынандай да жазуы кездеседі. Татсыз түрік болмас. Ал енді осы Батыс Түрік қағанатында салықтың мынандай түрлері болды. Ол және салықтың мынандай түрі болды. Ол қанмен өтейтін салық. Қанмен өтейтін салықты Батыс Түрік қағанатында қарызын өтей алмай қалған борышкерлер майданда алдыңғы шепте әскери қызмет өтеп атқаратын болған. Ал енді мынау Батыс Түрік қағанатында салық жинаушыларды селифтер деп атайтын. Батыс Түрік қағанатында селифтерді алғашқы енгізген және жергілікті халықтан салық жинаушыларды селифтер деп атақ лауазым берген тон қаған болатын. Сонымен селифтердің негізгі қызметі не деген сұрақ келсе, салық жинаушы деп жауап беріңіз.